Бүгін Алматы қаласы Жетісу ауданы қорғаныс істері жөніндегі басқарма мен нөмірі 109 жалпы білім беретін мектеп бірлесе отырып, Сағадат Нұрмағамбетовтің 100 жылдық мерейтойы оқушыларға үгіт-насихат іс-шарасы ұйымдастырылды. Бұл шараға Жетісу ауданы мектептерінің оқушылары, ауған соғысының ардагерлері, тағы басқа қонақтар қатысты. Шараның басты мақсаты оқушылардың бойындағы патриоттық сезімдерін қалыптастыра отырып, отансүйгіштікке тәрбиелеу. Бұл шарада Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Құрлық әскерлерінің әскери институты, радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институттарының әскери қызметкерлері оқушыларға осы институттарға қалай оқуға түсуге болатындығы туралы ақпараттар беріп, бейнероликтер көрсетті. Осы шараны ұйымдастыру барысында Сағадат Нұрмағамбетовтің өмір жолы, ерлігі мен табандылығы қазақстандықтар үшін ғибрат аларлық дүние екендігіне көзім жетті.